Қазақ елінің ерте заманнан келе жатқан ұлттық тағамы қуырдақ дайындайтын боламыз. Бұрын-соңды қуырдақ жасап көрмесеңіз, тап осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алдымен қазанымызға малдың іш майын салып, жақсылап қуырамыз. Жаңа сойылған малдың тұздалмаған етін жақсылап осылай орташа көлемде барлығын турап аламыз. Майлы еттерді қоссаңыздар да болады. Келесі бізге керегі малдың жүрегі және аздап май. Барлығын бірдей көлемде турап аламыз. Қуырылған іш майымыздың үстіне етімізді саламыз. Үстіне жүрек және тағы малдың майын қосамыз. Қалауыңызша малдың тағы өкпесін, бауырын қосуға да болады. Кейін үстіне жуа, тұз және бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Етімізді жақсылап араластырамыз. Осы еттің арнайы өзінің соғы шығады. Қараңыздаршы. Міне өзінің қанды сорпасы шығып жатыр. Ешқандай су қоспаймыз. Бетін жауып, жай отта 2 сағат пісіреміз. Қараңыздаршы, өзінің майлы сорпасы көп мөлшерде шығатын болады. Қалауыңызша 1-2 картоп қосып, жақсылап араластырып, тағы да жарты сағат пісіретін боламыз. Картоп қоспасаңыздар да болады. Осымен біздің қуырдағымыз дайын, өте дәмді және майлы болып шығады. Осылай дастарханға сорпасымен бірге ұсынамыз. Бетіне жуамызды турап, ысылай дастарханға ұсынамыз. Ас болсын.